Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қызық Гейм каналы. Бүгін біз Хейдей ойын ойнауды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Енді мен алдыңғы видеороликтан бері әлі Хейдей ойын ойнаған жоқпын. Және Рано Қалбаева деген адамға рахмет айтамын, осы ойынды бағалап және лайк басып каналға тіркеліп отырғанына көп рахмет айтамын. Енді біз қайтадан егінді егіп жіберейік. Бізге көбірек керек. Міне қазір тауықтардың жұмыртқа, дробилка. Әлі барлығы жинап болмаған екенбіз ғой. Енді біздің мақсатымыз біздің базамызды күшейту, посылка жіберу. Қайсысы бар екен? Бір нан дейді. Міне бір нан. Енді жіберейік бұны заказ. Детский садқа барама, қайда бар еткен көреміз оны. Қазір өзі ақшамен келеді. Мына Грек деген көршімізге барытынады. Несінде не бар екен көп білейік. Кукуруз алайық. Біреу ғана ма не? Мені балта екеуін алсайық. Осылар керек. Андай мысалы үйді көтергенге, амбарды күшейткенге, сондайларға өте қажет болады. Қазір мына пшеницалар бөлсін, одан кейін қайтадан заказ жіберетін боламыз. Қазір мен 6-шы уровеньге өтейін деп тұрмын. Сәл-сәл ғана қалды. 47 50-ге дейін толу керек. 3-еуі қалды. Қазір мен нанды пісіре салайын. Жоқ, оған пшеница керек екен. Мынақа қояйықшы осыны. Көрініп кішкене. Жем дайындап жатырмыз дегендей. Осылай қойып қояйық. 6-шы уровеньде не ашылады екен? Көрейік қазір. 6-шы уровеньде сиыр ашылады екен. Жақсы болатын болды. Сиыр бағамыз, тауық бағатын боламыз. Көп заттар бағамыз. Енді бізге жем дайындау қиын болатын шығар. Енді барлығына шыдаймыз. Грек деген досымыз сияқты осындай қылып базамызды күшейтеміз деген ойдамыз. Мынау не екен ей? Осы бізде де шығады деген ойдамыз енді. Бірден айналдырып, бірден мысалы кристалма бірден ұтып алатын сияқтысың, сондай бірден шығар. Көреміз оны әлі алда, ондай заттардың барлығы. Енді менің даусым дұрыс болмай жатса, кешірім сұраймын сіздердің, себебі менің мұрным бітіп, ауырып жүрмін. Міне қазір Теперді фермер 6-шы уровеньде дейді. Жақсы болды. Рахмет. Бұл давненько здесь не было слышно коров дейді. Кәнет. Тауық. Жоқ екен, Тауық және енді оның қасына сиыр қосамыз. Сиырдың 5-еуін жарып тек ма не? Енді беларға берейік жем. Аха. Қазір бізге молоко завод еще 3 сиыр пока что жетеді, себебі жем дайындау бізге қиын болады. Молоко завод шығарайық. 1 сағат 59 минут енді оны күтетін боламыз. Және егін егіп тастайық қайтадан. 3-еуін 4-еуге салайық. Мына жаққа кукуруза, мына жаққа пшеница. Енді біз сиырдың да еттерін, жүйемен шығаруымыз керек, кешіріңіздер. Нанды да жіберейік, бірінші осыны жіберіп қояйық. Және біз нан дайындай салайық. Бір нан жетеді пока что. Енді біз осы молоко заводты күтуіміз керек. Басқа не бар екен? Сиыр. Басқа ештеңе жоқ. Мен молоко заводта қазір істеп жатырмыз оны. Мына жақтан жоқ. Геройский викер 90 кристалл дейді. Міне біздің жіберген доставкамыз қайтып келді. Енді көбірек опыт беретіндей кішкене
қазір нан дайын болсын. Нан дайын болам деген оған дейін басқа заказ жібере тұрайық. Міне көрдіңіздер ма? Увеличить ету үшін бізге мынандай тереңе панели, шуруп, көзе шегелер керек. Мынандай күшейту үшін клейкая лента, доска, болт. Мынау не екен? Соответственно, доступный, бұл не сияқты? Клаш-класса клан бар ғой, сол сияқты бір сөйлесетін, сондай деп ойлаймын енді. Мынаны жіберейік. Енді біз 7-ші уровенге көшуіміз керек. 7-ші уровенде не ашылатынын көрейік. Міне 3 бірдеңе, ірімшік шығады екен. Тағы да бірдеңе мынау. Коричневый сахара, алмаз береді екен, поле береді. Сахарный завод, сахарный тростник. Жақсы болып жатыр. Енді біздің базамыз жай күшейіп біледі. Міне 3 тауықтың жемін атығы, бізге бір балта берді. Қайтадан біз пшеница егіп қоя берейік. Бізге ағаштарды жоғалту үшін не мынау? Ағаш кесетін әйтеуір бар. Ара сияқты бірдеңе сол сондай керек екен. Керек деген маған база ұнап жатыр. Әдемі, қолайлы. Мынау не? Ата әже бар екен. Маза жоқ. Мынау енді бізге берген ата шығар деп ойлаймын енді. Сол ма, сол емес па? Бізде бар ма екен көрейік. Міне бізде де бар екен ғой. Бізде де бар екен, маза жоқ. Мына бұлар бізге көмектеседі екен 33-ші уровенде. 33-ші уровенде. Мәссаған. Не деген сүт десең, 1 сағатта сонда әрқайсысы бір шелектен сүт бере ма? Ол біздің шын өмірдегі сиырлар бір күнде бір шелек беретін шығар. Міне дайын болды. Міне 1 минут 45 секунд қалды. Маған жібереміз, одан кейін біздің егіндерімізге аз уақыт қалды. Бізде салуға бола ма екен? 7-ші уровенде дейді. 7-ші уровенде бізде салып қоюға болады екен. Егер олар бізден зат алса, мына торт бағана 1-ші бөлімде бізге осындай торт беріп қоюға бола ма екен? Көрейік қазір бізде. Торт қайдасың? Міне торт. Тортты қой, оны үйіміздің қасына үйлі жоқ. Мына жерге қояға. Әдемі болсын. Сиырлардың қасына сасып кетпейін жарайды. Мына жерге қояқ, сиырдың қасына сасып тағы. Бәле болып жей алмай жүреміз. Енді мен бұл әзіл. Енді әзіл түсінетін шығарсыздар. Оны жей алмаймыз да, естей алмаймыз омен. Просто әдемілікке, сәнділікке тұрады. Жеуге бола ма? Жоқ, болмайды екен. Біздің әлі толы көп. Ода маған газета доставляется на уровне 7. Бұл да маған қызық болып тұр. Міне қазір кукурузалар шықты. Қайтадан кукуруза егіс алайық. Егер сіздер бұл ойын ұнап жатса, лайк басып, каналға тіркелгендерін сұраймын. Егер ұнамай жатса, комментарияға жазып, қандай ойын жазу керек екен айтуларыңызға болады. Міне бір намысты, енді 3-ші заказды берушілерге болады. Алар гүлді сатып алуға болады екен. Бочонка, тюксена, көп деген заттар бар. Хейди ойыны, Supercell
Мысалы Clash of Clans, Clash Royale дегендерде Supercell компаниясынан шыққан ойындар. Supercell өзі жақсы компания деп айтуға болатын шығар енді. Барлық ойындары қызық. Мына Hay-Day'да Boom Beach деген ойын бар. Егер ол ойын ұнаса, комментарияға Boom Beach жазыңыз деп айтуларыңызға болады. Егер солай жазсаңыздар, мен Boom Beach ойын жазатын боламын. Заказ. Енді үшінші бөлімге енді мына молокозавод шығатын шығар. Үшінші бөлімге түсіретін шығармын соның ашылғанын. Міне бізге бір посетитель келді. Қазір мыналарды бірінші орысша етіп алайық. Одан кейін посетитель не үшін келгенін сұрайтын боламыз. Көрейік, не дейді екен? Міне маған кукуруза сатасың ба дейді. Бізге кукуруза өзі аш. Погодите немножко деп қояйық. Тұра тұрсын. Және сіздермен болған Кызы Гейм каналы, егер 2 лайк жиналса, 3-ші бөлім Hay-Day ойынның 3-ші бөлімі шығатын болады. Сау болыңыздар, лайктарыңызды басып, және каналға смело тіркеліп кетіңіздер.